Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен Таңшолпан. Бүгін осындай японский панкейк дайындайтын кішкене қателік жібердім. Сіздерге оны қайталамауға кеңес беремін. Сол үшін де видеоның соңына дейін қараңыздар. Табада піскен панкейкті дайындау үшін ең алдымен жұмыртқамыздың сарысына сүтімізді, одан кейін бір ас қасық балымызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Ендігі кезекте жұмыртқаның ағына кішкене тұз қосып миксерлейміз. Миксерлеу барысында қантымызды және де лимонный согымызды бөліп салатын боламыз. Барлығы видеода анық көрсетілген. Мінекей бізде осындай масса шықты. Енді осыны лопатканың көмегімен жұмыртқалы массамызға 3-ке бөлу арқылы салып араластырамыз. Бұндай панкейкті формада алғаш рет пісіріп көруім. Сол себепті бұл эксперимент ретінде өтті деуге де болады. Дәмі ерекше, тәтті болып шықты. Сол үшін де жасап көріңіздер. Мінекей панкейктің массасы дайын болды. Енді оны арнайы осындай формаға құйып, қызып тұрған пешімізге 10 минутқа салып аламыз. Мендегі кеткен қателік осы жерде формаға кішкене май жағу қажет еді. Мен бірақ оны ұмытып кетіппін. Енді осылай құйып болғаннан кейін лопаткамен бетін тегістеп аламыз да, алдын ала қыздырылып тұрған 180 градус пешімізде 20 минутқа қойып, жақсылап көтерілгенше, беті қызарғанша пісіріп аламыз. Одан кейін кішкене пеште ұстап, содан кейін ғана шығаруға кеңес беремін. Мен пештен сразу шығарғандықтан кішкене панкейктің беті басылып қалды, бірақ дәмі өте керемет болып, дәмді болып шықты. Мінекей осындай болып басылып қалды. Сіздерге бұл қателік жасамауға кеңес беремін. Сіздермен болған Таңшолпан. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.